Это такое. Мен ұрлыққа шыққанда ай жарық болды дей ма? Трендта енесімен келін түсірмеген шығар әлі келмайды. Астамға кім 5 кило 10 кило. 5 кило сала береді ме? 1300'den берем. Өзі 1300 салам. Дәмі де көрінеді. Да, очень естественно дорогие. Одан алып. Черный принесем, что я? Черный осы. Өзі ящигіміз осы бірікті почти. Так остаток лежит. А что так можно было, что ли? 10 килограмм бересен. Бір штукты болады гвоздика. Мені қарсайсың маған? Қанша ашып қарасың? Саған дәлелдеп тұрмын ба еще оған. Көрдің сәлі, сәмсіз істейді. Я да істейді. Аджика. Газ керек па? Жоқ. Жығын ғой. Как ее остановить? Ее не остановить. Маршрут перестроен. Круто, поверните направо. Мамаңмен шықса сондай? Біреу тиіспесе деп қояйын да. Менің богатый привычкаларымның ең бірінші бастыларының бірі мен енемнің топырағынан жаратылғанмын. Достар, мақтанбасам болмайды, өйткені бұл мақтанатын бір нәрсе да. Ал бисмилля, бізде мамамен бірге богатые привычки. Менде богатый привычкалардың бірі жұмыс жасамаймын. Ақша таппаймын. Бизнесім жоқ. Бірақ апта сайын, ай сайын миллиондар түсіп тұрады. Богатые привычки. Мен почти постоянно дұрыс тамақтанамын. Жрешь? Жру. Вкусно? Вкусно. Тағы да богатый привычкалардың бірі. Шетелге барғанда бала шағаларыма брендтен киім әкелемін. Самый богатый привычкалар. Так, мен постоянно физически нагрузка жасап жүремін өзіме в виде тренировок. Мен үй жинамаймын. Тірлік істемеймін. Тамақ істемеймін. Не деген привычка? Мама, елдің бәрі сіздің өміріңіз қалайтын болды ғой енді. Тойларға қымбат киім тіктіремін да. 2 киім, 3 киім ары кетсе, одан кейін кимеймін. Менің богатый привычкаларымның ең бірінші бастыларының бірі мен енемнің топырағынан жаратылғанмын. Толқын екеуміз бірдей Құран хатымды бастадық. Мен 30-шы бетіне келдім. Мен арабшасын оқып жатырмын. Өтірік айтпай қойын, 7-ші бетіне келдім. Маманың богатый привычкаларын айтайын ба? Самый күшті богатый привычкалары. Например, біз мамамен бірге осындай дұғада, құлшылықта ақылдасамыз ғой. Сосын мамаға айтты: мама, мына истихфарды 40 000 рет айту керек деймін ғой. Мама оны обязательно 40 000-ға жеткізбей тоқтамайды. Тоқтамаймын. Ол дұрыс. Менің күшті богатый привычкаларымның бірі мен ата енемнің, күйеуімнің, бала шағамның чекаптарына, денсаулықтарына қатты мән беремін. Өте дұрыс. Ең бірінші осы біздің денсаулығымызға өте маңызы зор толқынның. Богатый привычкалардың бірі мен ешқашан почти что ешкіммен конфликтке келмеймін. Дұрыс. Біреу тиіспесе деп қояйын да. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, Мәке, жотам. Остановись. Біреу тиіссе де бұл толқынның бір сабырлылығы өте богатый привычкалы деп айтуға болады тіпті ше. Сол адамның ашуы шығып тұрған жерде сабырлықпен жауап береді. Мысалға, бұның орнына мен ашуланып, мен жауап бергім кеп тұрған кезде, бұл өзі сабырлықпен бәрін орнына қойып қояды.
Привычкалардың бірі, мен үнемі білім алуды тоқтатпаймын. Қандай онлайн болсын, офлайн болсын, міндетті түрде уақыт табамын оған. Енді қанша бала шағамен жүрсек те, қонақ күтіп жатсақ та, ол нәрсені жалпы откладывать етпеймін, оқуды тастамаймын. И богатый привычкалардың бірі, сол қандай бір жобада болсын, бастамада болмасын, мен үнемі ата енемнің, күйеуімнің батасын алып жүрем. Солай ма? Дәл солай. И мен де қалыспаймын деп. Мен бармын ғой. Ойбай. Қалыспаймын деп қояйын да. Білім алудан, мен де білім алудан, мен жасым осынша жасқа келді екен деп отырмаймын. Мен білім алудан тоже шаршамаймын, шүкір Аллаға. Жастардың бұлардан қалысып атқан жоқпын. Қандай білім алса, Фариза болсын, Келін болсын, Дина болсын, міндетті түрде мен де алам ол білімді. Ең богатый привычкаларым тағы бірі, мысалға мен алтын алатын, бриллиант алатын дүкендерге баратын болсам, міндетті түрде бәрін шешіп барам. Сол жерден бір нәрсе ұнатамын да, күйеуім айтамын, қатты ұнап тұр, мынаны алып берші деп. Бәрі біледі, қыздарым да бәрі біледі оны. Тек күйеуім білмейді. Алданып қалады. Мен тағы бір ең богатый привычкасын айтып берейін. Төрештің жолында біздің мамамыз толқынды осындай болғанын, жалпы осындай келінін привычканың арқасында дұғамен сұрап алған. Дұғамен сұрап алған. Міндетті түрде 30 күн оразаның ішінде бір күн жаңағы не болады? Қадір түні болады. Сол қадір түнде міндетті түрде таң атқанша ұйықтамаймыз. Мен сол кезде төрешке отырып аламын да, Алладан адал жар сұра деп айтам. Кішкентай кезінен бастап, 5-6 жастан бастап үзілмей келе жатқан біздің толқынды алам дегенше привычкамыз. Богатый привычкалардың бірі, күшті привычкалардың бірі, мамамен бірге қыдыруға анда-мында шыққан кезде мама любой қалаған нәрсемді алып береді. Ол рас. Қымбат арзанына қарамаймын. Богатый привычкалардың бірі, ең богатый привычкалар, мен почти 1-2 жыл сайын бала дүниеге әкелем. Ух ты! Ол рас. Главный богатый привычка ол мұсылманның қаруы дұға дейді. Сол дұғаның арқасында біз өстіп осындай отбасы болып жүріп отырмыз деп ойлаймын. Ол ең бастысы осы үлкендеріміздің жолы, бізге әсер ететін өнегесі. Сондықтан да мама, Алла разы болсын. Рахмет, аман болыңдар. Бітті, богатыйымыз.